Қияш Ешінісов атындағы колледж 2-ші курс студенті Жармұхаметова Диана Жүсіпбек Аймауытовтың әнші әңгімесінен үзінді. Жеті шатыр жақсы қала, қаптап жатқан қазақ, жасы қысы қымыз, ойын сауық, айт, той, құдалық, ат жарыс, күрес, үй қыдырған көлен ақшауық, жас шықса пароход, жасыл арал, қалың орман, қайткенмен сергек қала. Наурызда қазақ шәкірттері сауық жасауға даярландық. Жастардың өнері, жігері, қызметке жарамдылығы сыналатын жерде сауық. Сауығымыз сарала болсын деп Әмірханды да шығарып ән салғызбақ болдық. Сауықты Наурыз мейрамына арнаған соң қазақтың ескі ырымында істегенбіз. Сарқасқа құрт көжені тай қазанға жүзіріп бұқтырып қойғанбыз. Ішіне жылқының басын салып, 2-3 табақ ет асып, үлкендердің алдына тартпақ болғанбыз. Біреулер ата-бабамыздың жоралығын істейді деп төс қағысып көрісіп жатыр. Әсіресе жұртты сүйсіндірген Әмірхан болды. Домбырасын күйдеп, екпіндетіп, 1-2 сарындатып алды да айқайға басты. Зал тым-тырыс болды. Топ көргенде Әмірхан аруақтанып көтеріліп кетеді. Бұрынғы дауысы астар болмай қалды, зал жаңғырып күңіреніп кетті. Сыбызғының үніндей, аспандап соққан айғайы Алтайдың асқар тауындай, әсем нақысы айдыңның сұлу қуындай, қалықтатып созғаны сарыарқаның беліндей, шаяулатса баяулап арқаның қоңыр желіндей. Жұрт төмен қарап, әркім жүрегімен сырласқандай, әншінің бітіргенін де сезбей қалды. Кенет тым-тырыс бола қалды да шапалақ қайта соғылды. Қалғып кетіп оянған, қызықты тәтті түс көрген, қайтарам деп талпынған кісідей жанға жаққан тәтті үннің кеткеніне өкініп өршелене соғылды. Ескектете, желпіндіре, желіктіре, ышқындыра, құлшындыра соғып, тыңдаушының айызын әбден қандырды. Әмірхан бәйгеден келді. Зал сарт-сұрт, айғай-ұйғай, өлдеп толқындап барып басылды. Әмірханды құшақтап алып, арқаға қағып, бетінен сүйіп жатырмыз. Әмірхандай әнді ешкім айталмайды. Ән салса ол өзін-өзі ұмытады. Әннің әуеніне төңкеріледі, оның дауысы көмейінен емес, жүрегінен шығады. Ол әннің әр нақысын ұғады, әнді ғана сүйеді. Ол тәтті үнге топқа бола жаралған адам. Ән салса рахаттанып, гүл-гүл жайнайды. Көзі де, аузы да, денесі де, қолы да бірге салады. Әмірхан кісі емес, әнге айналады. Оның дауысы ән салғандағы түріне қарап отырып тамсанасың.